Ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға, ұстаздық қылған жалықпас, үйретуден балаға, деп Абай Құнанбайұлы атамыз айтқандай, ұстаз ұлы тұлға. Иә, Кәусар, сізбен толықтай келісемін. Дана сөзден дана тұлға туылады. Сонымен 9 тарауында болып жатқан Дана ұстаз атты челленджімізді бастаймыз. Бұл күннің құдіретті сәулесі іспетті Константин Дмитриевич Ушинский. Енді келесі сұхбатты мұғалімдердің қатысуымен көресіздер. Сәлеметсіз Абай, біз сізге бүгін даналық ұстаздан челленджі бойынша бірнеше сұрақтар қойғымыз келеді. Бізде Ыбырай Алтынсарин атамыз жақсы мұғалім бәрінен де артық, себебі мұғалім мектептің жүрегі деп мұғалімдерді аса биік бағалаған. Сіздің ойыңызша мұғалім ұғымының мәні не деп? Биік бағалар сәлеметсіздер ме? Ұстаз ұғымының мәні, ұстаз деген ұлы есім. Әрбір адамның өзінің биік дәрежеге, биік тұлғаға жеткізетін, әрігін үйрететін, өмірлік жолға салатын адам ұстаз. Сондықтан да ұстаздың мәртебесі әрқашанда жоғары. Ұстаздық деген ат өшпейтін мәңгілік есім деп айта аламыз. Сіз өміріңізде өзіңізге үлгі болатын ұстазыңыз бар ма? Иә, әрине, әрбір адамның өзіне үлгі болатындай, мен осы апайдай болашақта бала кезімізде ұстаз болсам ғой деп армандайтындай ұстаздарымыз болды. Мен өзім Ұзынағаш ауылы Қастек орта мектебінде оқығанмын. Сол жердегі қазақ тілі мен әдебиет пәнінен беретін Бәтес апай, Базаргүл апай бізге сабақ берді. Сол кісілердің ізімен, сол кісілерді үлгі тұтып, сол кісілердің жолымен қазіргі таңда мен сіздерге сабақ беріп жатқан жайым бар. Сәлеметсіз Абай, ұстаз ұлы есім дейді, соған қарсы сізге бір сұрақ қойып кетсек. Онда сіз өзіңіздің алғашқы өміріңізге әсер еткен ұстазыңызды айтып кетсеңіз. Сәлеметсіздер ме? Жақсы балалар, мен ең алғаш мектеп табалдырығын аттаған кезде маған әліппені үйреткен өзімнің ең жақсы көретін ұстазым ол Күнсая апай, ұлы ұстаз деп өзім сол кісіні айта аламын. Абай, ал енді сіз осы ұстаз болуға не себеппен түстіңіз, қандай мақсатпен? Мен енді мектеп бітіргенше осы мектептің маған дәріс берген мұғалімдердің барлығы керемет жандар болды. Сол кісілерге қарап өзім ұстаз болсам деп армандадым. Сол арманыма жеттім деп ойлаймын. Бізде бүгін сіздер арасында даналық ұстаздан атты челлендж өтіп жатыр еді. Сол даналық ұстаздан атты челленджден біз сізден сұхбат алуға келіп едік. Және де мен дәлме жауап бересің. Жалпы сіз мұғалімдерге қайсысыз? Ұстаз ең бастысы жол көрсетуші. Ұстаз әрдайым әділ. Ұстаз актер, ұстаз режиссер, ұстаз заңгер, ұстаз биші, ұстаз сот, ұстаз барлық өмірдегі жолдасым деуге болады. Ұстаз сырласым, ұстаз дәрігер, ұстаз барлық қандай мамандық иесі бар, ең бірінші осы ұстаз деп білемін. Біз сізбен толықтай келісеміз, яғни қазір бізде көптеген ғалым, ақындар бәрі осы ұстаздан шығып келе жатқан адамдар десек те болады. Осы барлық адамдар бір ұстаздың арқасында осындай дара ғалым болып өседі. Және де мен сізді даналық ұстаз ретінде санаймын. Сіз жақсы бір апай жақсы көретін апайым бір болып табыласыз. Ал сіз кішкентай кезіңізде даналық ұстаз ретінде кімді көп мақтайсыз? Ең алғаш менің бастауыш сыныптағы дана ұстаз ретінде Әсемгүл апайым деп білемін. Себебі алғашқы әріп танытқан, бір әріп үйреткен адамға 40 жыл сәлем бер деген. Ешкім де ешқашанда бұлай алғашқы ұстазы сияқты бастауыштағы жақсылық жасай алмас деп ойлаймын. Сен келмес деп ойлаймын. Сондықтан ең бастысы дана ұстазым ең бірінші Әсемгүл апай деп ойлаймын. Одан кейін 5-ші сыныпқа өткенде, орта буынға өткенде менің сынып жетекшім Жаңбырова Жамалқызы. Бұл кісі ұстаздық жолыма келуге үлкен әсерін тигізді. Себебі жан тәнімен ұстаз бола білді. Сонау қиын бұрын заманның өзінде мектептер жабылып, мектептерде айлық жоқ, мұғалімдердің айлығы жоқ, оқулық жоқ, халықтың
былайша айтқанда нан табуға ақшасы болмаған кездерді біз бастан өткіздік. 90-шы жылдары тоқырау кезеңдерін. Осы кезеңдерде ұстаздық жолын тастамай, 1 жыл, 2 жыл айлық алмаса да сол мектептен білімді оқушылар шықсын, оқушылар білім алсын. Білім алмаса біздің келешегіміз өте қауіпті болады деген ұстаздарға мен басым дегім келеді. Себебі бұл кісілер нағыз дана ұстаздар болды. Сол кісілерден біз тоқырау кезеңдер 90-шы жылдардан шыққан түлектерміз. Одан ол ұстаздардан ұлттық көріп өткен біздер жаман болған жоқпыз. Келешекте мен де осы жас ұрпаққа осындай үлгі өнеге қалдыруға тырысып жатырмын. Себебі Қазақстанның болашағы қазіргі сіздердің қолыңызда деп ойлаймын. Анашым, біздің мектепте даналық ұстаздан деген челлендж жүргізілген соң сізден сұхбат алғым келді. Яғни мектептің жүрегі ұстаз деген соң сіздің ең ерекше, ең сүйікті мұғаліміңіз кім болды? Менің сүйікті ұстазым информатика пәнінен беретін Асия Мұратқызы деген ұстазым болды. Сол кісі өте жақсы берді, өте мейірімді, сондай сабаққа деген ынтамды ашып, сол информатика пәнінен сондай махаббатпен сол информатика пәнін оқып, сол кісінің сабағы болса, тура бірінші партаға отырып, сол кісіге қолын көтеріп, сабақ айтып, сондай бір өзінің кемелділігі бола ма? Әр мұғалімнің өзі бір кемелдіктері бар ғой, баланы деген баулауы, махаббатқа тартымдылығы болады ғой. Енді барлық мұғалім сондай деп ойлаймын. Сол себептен сол информатика пәніне өте ерекше махаббатпен оқыдым өзім. Сол жоғары оқу орнына түстім, сол информатика ақпараттық жүйе бойынша жоғары оқу орнын бітірдім. Сол бойынша жұмыс жасадым. Сол кісінің ықпалы көп болды. Осы өмірде өз жолымды табуыма сол кісінің сабағы маған өте қатты, ерекше бір жүрегімде қалатындай мейірім төгіп кетті. Рахмет, Аймашым. Сұрағыма жауап бергеніңіз үшін рахмет. Сәлеметсіздер ме? Мен бүгін анашымнан сұхбат алғым келеді. Анашым мектеп екінші үй, ұстаз екінші ана дегенімен маған өз бала кезіндегі алғашқы ұстазыңыз туралы бір-екі мәлімет айтып жіберіңізші. Мен 1988 жылы мектеп табалдырығын аттағанмын. Менің ұстазым менің өзімнің әкем Сағынбекова Нұрдан Мұхамедаевна деген кісі болды. Сәлеметсіз, пап, мен сізге осы ұстаздарымызға қатысты сұрақ қойып кетсем қалай қарайсыз? Қой қызым. Ал енді сіздің осы мектеп кезіңізде өзіңізге жақын болған, ұлы, дара, жақсы көрген ұстазыңыз болды ма? Әрине қызым. Менің сынып жетекшім Қарлығаш апай болған. Ол өте ақылды, даналы, жақсы ұстаз болған. Және абай айтып кеткендей, адамның адамгершілігі жақсы ұстаздан басталады. Ол себептен әрбір адам өзінің ұстазы сияқты жақсы адам болады деп ойлаймын. Анашым, ұстаздың еткен жалықпас үйретуден балаға дегендей сіздің өміріңізде шуағын шашқан сол тұлға кім болды? Менің өмірімде шуағын шашқан тұлға мектеп кезіндегі маған қазақ тілі, қазақ әдебиетінен берген Гүлбану апай болады. Ол кісі өте керемет жан. Ұстаздың ұстазы деп айтсам артық айтқан болмаймын. Сонымен қатар керемет ана, қазіргі кезде керемет әже болып отыр. Сабақ өте бір қарапайымдылығымен адамды бір сондай тартатын. Ол тек қана сабақ қана бермей, сонымен қатар балалардың да жанын түсініп, сондай бір жұмыстарды жүргізіп жатады. Онымен қатар мына сабақты түсіндірген кезде мен бір таңғалатыным, бір мәтінді айтқан кезде, егер сол мәтін қайғылы болған жағдайда, ол өте бір қайғырып, күлетін жағдайда күлкілі болатын болса, сол бір жанрда күшті бір образға кіріп түсіндіретін сабақты. Сол кезде бізде сол образға кіріп кететінбіз, күлсе күліп, жыласа жылаған күндеріміз де болды, тақырыпқа байланысты. Мұғалімдерге сондай болу керек шығар деп ойлаймын. Егер сондай мұғалімдеріміз көп болса, бізде мына жоғары деңгейлі, өте білімді тұлғалар қалыптасушы еді. Кімде-кім халқынан алмасы тәлім, үйрете алмас оны ешбір мұғалім. Жүсіп Баласағұн. Ұстаз деген адам ес білгеннен дұрыс тәрбие алуға үйрететін асыл жан.
ендеше біз осы даналы ұстаз атты челленджімізді 9 сынып оқушыларына жолдаймыз.